Ассалаумағалейкум, байланыста Муслим Муса. Қалай өз бизнесіңді интернет арқылы дамытуға болады? Бүгінгі видеода мен сіздерге нақты қадамдарды айтатын боламын. Қазіргі таңда миллиондаған адамдар өзінің уақытын интернетте өткізеді. Инстаграмда видео қарап отырады, YouTube көреді, немесе өзіне бір нәрсе қажет болса, оны интернеттен, Google'дан іздеп жатады. Сол себептен біз өзіміздің бизнесті интернет арқылы дамытуымыз қажет. Кіріспе ретінде мен сіздерге интернет маркетингнің не екенін айта кетейін. Интернет маркетинг дегеніміз бұл нөлден бизнесті интернет арқылы дамыту барысында бүкіл жасалынатын жұмыстар: таргет жасау, сайт ашу, Google реклама қосу деген сияқты. Жалпы өзіңнің бизнесіңді интернет арқылы дамыту үшін арнайы жасау керек қадамдар бар. Бірінші қадамымыз, біз мына сұрақтың жауабын біліп алуымыз қажет. Рекламаны қай жерге жасаймыз? Бұл сұрақтың жауабын білу үшін соңғы өзіңіздің 5-6 клиенттеріңізге хабарласыңыздар. Оларға сұрақ қойыңыз: сіз өзіңіздің бос уақытыңызды қалай пайдаланасыз? Және де сізге бір нәрсе қатты керек болса, сіз оны қайдан іздейсіз? Google'дан іздейсіз бе? Немесе Instagram'дан іздейсіз бе деген сияқты. Және де сіз Instagram'да көп отырасыз ба? YouTube'да көп отырасыз ба? Осы сұрақтардың барлығына жауап алып алыңыз. Мен мысалы өзімнің клиенттерім, менің подписчиктарым основном не істейтінін мен жақсы білемін. Олар основном YouTube'да көп отырады. Өздеріне бір нәрсе керек болса, YouTube'дан іздейді олар. Мысалы, Қазақстан бойынша 20 миллион адам бар болса, егер кез келген адам YouTube'қа таргет жасау деп жазатын болса, менің видеом бірінші орынға шығады. Мен оны SEO продвижение дейтін инструмент арқылы жасап қойғанмын. Соответственно, видеоны көріп, дальше ары қарай маған уже WhatsAppқа шығады. Сосын уже біз сөйлесіп, келісіп жұмыс жасаймыз. Екінші, менің клиенттерім, олар Instagram'да отырады. Соответственно, мен Instagram'ға таргет қосып қойғанмын. Сосын таргет рекламаны көріп қалады, менің осы рекламамды WhatsAppқа басады да маған WhatsAppқа жазады. Біз уже келісіп, ары қарай бірге жұмыс жасаймыз. Сізде дәл осылай өзіңіздің клиенттеріңіз, олар қай жақта отыратынын нақты біліп алуыңыз қажет. Және де өздеріне бір нәрсе қатты керек кезде, олар Google'дан іздейді ме, немесе Instagram'дан іздейді ме? Соның барлығын сіздер біліп алуларыңыз қажет. Біздің екінші этабымыз, яғни өзіңнің бизнесіңді интернет арқылы дамыту барысында біздің жасау керек екінші этабымыз конкуренттерді зерттеп, стратегия жасау. Өзіңіздің 5-6 конкуренттеріңіздің тізімін жазыңыз. Олардың Instagram парақшасы бар ма? Егер бар болса, таргет реклама қосқан ба, қоспаған ба? Соны біліп алыңыз. Және де олар сайт ашып қойған ба? Сайт ашқан болса, Google реклама жасаған ба, жасамаған ба? Соның барлығын зерттеңіз. Сайттарына кіріп, сайттың ішін қарап шығыңыз, қалай жасаған сайттарын деген сияқты. Бүкіл осы информацияға сүйене отырып, біз ары қарай өзіміздің стратегиямызды жасайтын боламыз. Яғни олар егер көпшілігі Google реклама қосқан болса, Google реклама қосамыз, таргет жасаған болса, таргет жасаймыз. Әрине кішкене дамытып, улучшениемен жасайтын боламыз. Сіздерге Google реклама кішкене түсініксіздеу болуы мүмкін. Сол себептен сіздерге мысал көрсетейін. Біздің astanasvarka.kz дейтін сайтымыз бар. Реклама қосып қойғанбыз Google'да. Астана қаласында мысалы 2 миллион адам бар болса, егер кім сварщики Астана деп іздесе, біздің сайтымыз дәл осылай бірінші орынға шығады. Дәл қазірде реклама қосып қойғанбыз. Соответственно, сайтқа адамдар кіреді де бізге WhatsAppқа жазады, немесе звондайды. Солай движение бизнес жүріп жатыр. Және де өзіміздің навесті де реклама жасап қойғанбыз. Навес для дома Астана деп. Мінекей astanasvarka.kz сайты бірінші орынға шығып тұр, навеси Астана деп. Бұл мінекей Google жарнама. Сол секілді сізде нақты біліп алуыңыз қажет. Сізге Google жарнама керек пе, немесе таргет жарнама керек пе деген сияқты. Қорытындылап айта кетсем, бүгін мен сіздерге өзіңнің бизнесіңді интернет арқылы дамыту үшін нақты қандай қадамдар жасау керек, соны айттым. Біріншіден, өзіңіздің бұрынғы клиенттеріңізге хабарласыңыздар да олардан сұраңыз. Егер сізге бір нәрсе қажет болса, сіз оны қайдан іздейсіз? Google'дан іздейсіз бе, немесе Instagram'нан ба? Және де өзіңіздің бос уақытыңызда сіз қайда отырасыз? Instagram'да ма, YouTube'да ма деген сияқты. Осы сұрақтарға жауап алыңыз. Сосын міндетті түрде конкуренттерді зерттеп, стратегия жасаңыз. Яғни мен мінекей таргет реклама қосам, маған сайт ашу қажет, сосын Google реклама қосу керек деген сияқты. Достар, бүгінгі видеомыз аяқталды. Келесі видеода мен сіздерге өзіңнің бизнесіңді таргет реклама арқылы қалай дамытуға болады, соны сіздерге қадам-қадаммен түсіндіретін боламын. Бұйырса әр аптаның соңында видео шығып отырады. YouTube каналға тіркеліп қойыңыздар. Және де айта кететінім, егер сіз
өзіңіздің бизнесіңізді интернет арқылы дамытуды жоспарлап жүрген болсаңыз, немесе өзіңіз таргет, Google реклама қосып жатырсыз, бірақ жақсы нәтиже болмай жатса, біз сіздің бизнесіңізді жарнамалауға дайынбыз. Біздің компаниямен жұмыс жасағыңыз келсе, маған Инстаграмға жекеге жазыңыз. Және де сіздерге тағы да бір кеңес беріп кетейін. Менің тегін сабағым бар. Күніне таргеттен 50-ден аса заявка алып отыру үшін не істеу қажет деген. Осы тегін сабақты міндетті түрде көріңіздер. Қазір сіздерге сол жақ шетте заставка шығады. Соның үстінен басып, тегін сабақты көріп алыңыздар. Байланыста болған Муслим Муса.